Сәлем достар, бүгін сіздермен жасау жолы өте оңай, өте дәмді, бюджетный пирог дайындайтын боламыз. Әр апта сайын каналыма жаңа рецепттер шығады. Оны өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз. Ал енді пирогтың қамырын дайындауға кіріссек. Ол үшін осылайынан сары майды ерітіп аламыз. Үстіне 3 ас қасық құмшекер саламыз, 3 ас қасық қаймақ салып, разрыхлитель 1,5 шай қасық салып, араластырып аламыз. Пирогымыз жақсы көтерілу үшін осылай ұнымызды илеуіштен өткізіп аламыз. Сөйтіп жақсылап тұрып қамыр илейміз. Өте жұмсақ, сондай әдемі қамыр болып шығу қажет. Қамырды 6 бөлікке бөліп, морозильникке 2 сағатқа қоя тұру қажет. Қатты болған қамырды осылай пергаменттің бетіне терканың көмегімен үгітіп, осылайынан жайып шығамыз. Айтпақшы, қыздар, мен 2 қамырдан салдым. Сөйтіп духовкада 200 градуста 15-20 минут пісірдім. Сонда 3 рет саламыз ғой духовкаға. Қолымыздың көмегімен осылай піскен қоржымызды осылайынан майдалап үгітіп алу қажет. Кремімізге 2 ғана ингредиент керек болады. Ол үшін 150 грамм сгущенканың ішіне 2 ас қасық қаймақ салып араластырамыз. Міне креміміз дайын болады. Үгітілген қоржын үстіне барлық кремімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Мен муравейник пирогын 2 түрлі формада жасадым. Біріншісі кішкентай стаканның көмегімен, яғни стаканды сулап алып, ішіне жаңағы қаймақ қосылған үгіндімізді салып, осылайынан формалар жасап шығамыз. Ал екінші форманы құмырсқаның илеуі сияқты үлкен бір биік төбешік сияқты алып жасадым. Шоколадты клёнкаға салып, қайнап тұрған ыстық суға клёнкасымен бірге салып алдым. Сонда осылайынан еріп шығады. Сөйтіп осылай муравейниктің беттерін шоколадтың көмегімен әрлеп шықтым, және де бетіне мак септім. Астарыңыз дәмді болсын.